махаббат ертегісі фильм басында рамазан айындағы осындай жаңа кроссовка киген бір бай комиссар жігіт еркектің баласы туралы және көшедегі әкесі қайтыс болған жетім баланы нан сатып жүргеннен басталады. Әкесі өзінің ұлына сенде бары бар, сен біреуді қуантқың келсең рамазан айында нан сатып жүрген балаға мына кроссовкаңды, новый кроссовкаңды сыйла дейді. Ұлы келісе кетеді. Осылайша ұлы ол балаға кроссовкасын сыйлап, рамазан айы мен саған сыйлығым бар, осы сыйлықты қабыл етеді. Осы сыйлықты қабыл етіп болып барша жұрт осы кісінің сондай ақылды, мейірімді екенін білеміз. Бұл комиссар екен, яғни қылмыскерлерді аулайтын. Осы кезде бір бала оған, кішкентай бала оқ атып, сол жерден бірден мерт етеді. Және соққыдан, тиген оқтан бірден қайтыс болып кетеді. Барша ел жиналып қайғырып тұрады. Тіпті бір ауданның өзі бұл полиция қызметкерін жақсы көреді. Бұны өлтірген осы Куршат есімді көшпелілердің бастығы болған. Бұл адам жалдап, яғни кішкентай баланы жалдап, әлгі полицияны өлтірді. Өйткені полиция бұл ізінен түсіп, бұның қылмыстық ісін тексеріп жатыр екен. Соған байланысты осы кезде әйеліңіз босанды деген хабар алады. Жүгіріп келген кезде бұл жас қыз, кішкентай бебек, кішкентай ғана қыз екен. Қуанып кірген кезде, бірақ өкінішке орай әйелінің қайтыс болғанын білеміз. Пышақ пен сабын қояды екен қайтыс болғанын білдірту үшін. Және кішкентай бебекті бұл кісінің, Куршаттың анасы құшақтап тұр. Тыңда, менің естіп тұрған сөздерім, сенің соңғы сөзің. Мен сен сияқты бала туғаныма өкінемін. Сен қазір қанмен сенің жазаңды әйелің өтеп, және төккен қаныңды әйелің қайтыс болды. Сол үшін сені жек көремін дейді. Көптеген жылдардан кейін осы қыз өседі және бұл сирада осы қыздың махаббаты туралы, кекке толы махаббат туралы баяндалады. Қалған бөлімін толық баяндайтын боламын. Жалғасы бар.